Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қатпарлы слоеный тестамен дайындалатын ұйғыр самсасының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл самсаны алдын ала пісірмей, морозильникте қатырып, қонақ келгенде дастарханға қойсаңыздар болады. Дәмі өте керемет. Бір жасап көрсеңіздер, әрқашан осы самсаны дайындайтын боласыздар. Сіздерден қолдау ретінде ең алдымен қазақ тілді YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Рецептті описание бөліміне, яғни төменге толықтай жазып кетемін. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, разрыхителді үстіне сеуіп, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сары майымызды салып, песочный қамыр дайындаймыз. Яғни сары май мен ұнымыз біріккенше қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Сары май мен ұн толықтай бір-біріне бірігуі қажет. Келесі кезекте 2 жұмыртқа сарыуызын, үстіне 1 жұмыртқаны қосып, суымызды, тұзды, үстіне 20% қаймақ. 20% қаймақ болмаса, орнына айран қоссаңыздар да болады. Барлығын ыдысымызға салып, венчиктің көмегімен сұйық масса шыққанша араластыратын боламыз. Барлығы араласып болғаннан кейін жаңа дайындалған песочный қамырдың ортасын ашып, үстіне сұйық массамызды құйып, бірнеше минут көлемінде жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дәл осындай рецептпен пахлава пирогын дайындауға болады. Описание бөліміне пахлава пирогының рецептін қалдырып кетемін. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ол тұп-тура ровно шығатын пирогтың рецепті. Мінекей достар, қамырымыз осындай жұмсақ болып иленуде. Болғаннан кейін сыртын пакетпен немесе пищевой пленкамен жауып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Болғаннан кейін қамырымызды 3 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен жақсылап жұқа қамыр жайып аламыз. Қамырды барынша ұқыптылықпен абайлап жайған дұрысырақ, себебі жыртылып кетеді. Мендегі қамырдың кішкене бөлігі жыртылып кетті. Сондықтан да барынша абайлаған дұрыс. 2 қамырды да жайып алып, арасына сары майымызды жағатын боламыз. Сары майымызды жағып болғаннан кейін домалақтап, ауа өткізбей, тығыздап ораған дұрыс, себебі бұл біздің слоеный қамырдың әдемі болып шығуына. Келесі 3-ші бөліктегі қамырымызды жайып алып, арасына сары майымызды жағып, осылай видеода көрсетілгендей орайтын боламыз. Самсаның слоеный тестасы дайын болғаннан кейін тарелкамызға ұн сеуіп, қамырды домалақтап, үстіне пакет немесе пищевой пленка жауып, морозильникке 1 түнге немесе 3 сағатқа қалдыратын боламыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін бізге пияз, яғни жуа, тартылған ет, дәмдеуіштер, сұйық май қажет болады. Пиязымызды жұқалап, кубиктап турап, үстіне дәмдеуіштер дәміне қарай тұз, зыра, қара бұрыш және де дәмдеуіш Қытай тұзын қосып, сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Болғаннан кейін тартылған ет, яғни фаршымызды саламыз. Мінекей бізде осындай салмасы шықты. Ендігі кезекте самсаның қамырын домалақ көлемде турап аламыз. Қамыр морозильникте 1 түн қалғандықтан майы жақсы қамырға сіңген. Мінекей слоеный тестамыз дайын, барлығын домалақтап турап, ендігі кезекте жаятын боламыз. Қамырымыз өте нәзік, жұқа болып шықты. Қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Орташа көлемде қалыңдық жетеді. Осылайынан ортасын салмасын салып, шеттерін алдымен жабыстырып алып, одан кейін барып, видеода көрсетілгендей өретін боламыз. Өру айтарлықтай қиындығы жоқ. Барынша видеоны асықпай қарасаңыздар, түсініп аласыздар деген ойдамын. Достар, тағамнан тыс әңгіме қозғайын деп тұрмын. Менің YouTube каналымда Пендоду курсының отидо сабақтары түсіндірілген, және одан бөлек түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің, фастфудтардың, нандардың рецепті бар. Міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Ешқандай да іштарыңыз пыспайды, сіздерге көптеген пайдалы ақпараттармен бөліскен болатынмын. Мінекей біздің самсамызды бүгу барысында жыртылып немесе қолымыздан тайып кетуі мүмкін.
барынша ұқыптылықпен бүккен дұрысырақ. Самсамызды бүгіп жатқан кезде печкамызды алдын ала қыздырып аламыз. Видеода көргендей қамырдың тестасы слоеный нәзік болып шығады. Келесі кезекте печкамыздың ыдысына пергамент қағазын жайып, немесе пергамент қағаз болмаса сармай немесе сұйық май жақсаңыздар болады. Пергамент қағазына самсаларымызды орналастырып, бір жұмыртқаны осылай жағып шығатын боламыз. Бұл біздің самсамыздың әдемі жылтырап көрінуі үшін. Самсаның бетіне жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін мак, кунжуттың ақ немесе қара түрін осылай сеуіп шықсаңыздар болады. Бұл самсаның әдемі көрінуі үшін. Самсаларымыз печкаға салуға дайын. Алдын ала қызып тұрған печкамызға 200 градуста 45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Әркімде пеш әртүрлі, сондықтан да барынша самсаны қадағалап тұрыңыздар, пісіп күйіп кетпес үшін. Мінекей біздің әдемі, нәзік, қатпарлы самсаларымыз дайын болды. Бұл самсаны қонақтарға ұсынсаңыздар да, өздеріңіз жесеңіздер де өте керемет, дәмі ауыздан кетпейтіндей болады. Бізге ас болсын. Видеоны бағалап, лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер.